сіздердің агенттіктің ішінде түрлі құрылымдар бар. Біз оларға талаптарымызды қоя аламыз. Fingramota.kz деген сайтымыз бар. Қаржылық сауаттылыққа қатысты өте жақсы материалдар. Бізге міндетті түрде бір күннің ішінде жауап беретін болады. Келіспеген жағдайда бізге жаңағы агенттікке жүгінсеңіз болады. 21 желтоқсаннан бастап бізде банктік омбудсманы құзыреті үлкейетін болады. Қазақстанның қаржы жүйесінің құрылымы қандай? Негізгі ойыншылар кімдер, олар бір-бірімен қарым-қатынасын қалай қалыптастырады? Ең бастысы, олардың жұмысы сіз бен біздің өмірімізге қалай әсер етеді? Фин подкастқа қош келдіңіздер. Менің есімім Ербол Азамбек, біздің бүгінгі қонағымыз Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. Тұтынушылар құқығын қорғау жүйесін дамыту басқармасының басшысы Белла Чиканова. Күн сайын қазақстандықтар ақшамен миллиондаған операциялар жасайды. Зат сатып алу, ақша аудару, кредит алу және депозитті толықтыру. Біз күнделікті жасайтын осы бір қарапайым әрекеттердің артында қаржы жүйесі деп аталатын күрделі механизм тұр. Белла ханым, қош келдіңіз. Әңгімемізді енді Қазақстанның қаржы нарығындағы негізгі ойын ережелерінен бастасақ. Біздің Қазақстанның қаржы нарығында қандай ойын ережелері бар? Рахмет. Ол енді ең біріншіден бізде ашықтық, тұрақтылық және сенімділік деген осындай жүйелеріміз бар. Және де соларды атқаруға және соларды яғни біздің мақсаттарымызға жетуге ықпал тигізіп жұмыс істеп жатырмыз қаржы нарығында. Қазақстанның қаржы жүйесінде қандай институттар бар және олар бір-бірімен қалай әрекеттеседі? Меніңше біздің көрермендерді өте көп толғандыратын сұрақтың бірі осы. Бізде өте көптеген қаржы нарығында көптеген яғни институттарымыз бар және де оларды бәріміз білеміз. Ол бізде банктер, сақтандыру компаниялары, микроқаржылық ұйымдар. Осы микроқаржылық ұйымдарда бізде одан бөлек ломбардтар бар, кредиттік серіктестіктер деген ұйымдарымыз бар, коллекторлық агенттіктер дегеніміз бар. Және де қор нарығында жұмыс істейтін брокерлер мен дилерлеріміз бар. Яғни осылардың барлықтары бізде қаржы нарығында жұмыс жасайды, өздерінің қызметтерін атқарады. Қазақстандықтарымызға, заңды тұлғаларға, немесе жеке тұлғаларға болсын, барлықтарына өздерінің қызметтерін береді, яғни ұсынады. Және де біз осы яғни олардың қызметтерінің дұрыс заңды түрде, дұрыс түрде, яғни ашық түрде ұсынғанын қадағалаймыз, яғни сол жағынан біз оларды реттейміз. Осы барлық институттарда жаңа айтып өткендей, солардың барлықтарының қандай заңдары болу керек, қандай қызмет түрлерін бере алатын, сол жақтарынан осы агенттік реттейтін болады. Енді бұл процестер біздің әрқайсымыздың өмірімізге бір тікелей болмаса да жанама әсері бар. Мысалы, адамдар банктерден барып ипотека рәсімдеді делік, банкке өтінім береді, құжатқа қол қояды. Егер банк мақұлдаса, оны алады. Осы процестердің, осы ауқымды жұмыстардың артында қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қандай үлесі немесе қызметі бар? Мысалы, тұтынушы келген кезде банкке қалай онымен қарым-қатынас жасау керек, қандай ипотекалық өнімі туралы, қандай мәселелерді айту қажет, бәрін қадағалаймыз. Яғни оғанда бізде өзіміздің талаптарымыз бар. Яғни сыйақы мөлшерлемесі болсын, сол жайында ол толық айту қажет. Қандай да бір одан бөлек комиссиялар болатын болса, олар туралы яғни ақпаратты беру керек. Тұтынушының барлық сұрақтарына жауап беру керек. Барлық сол өнімі туралы барлық ақпаратты беру қажет. Және де ол ашық түрде болу керек. Ол яғни тұтынушының төлем қабілетін бағалайды. Оғанда біз өзіміздің талаптарымызды қоямыз. Мысалы, ипотекада бізде өзіміздің талаптарымыз бар. Сыйақы мөлшерлемесі бойынша. Яғни біз осы барлық өнімдері тым қымбат болмас үшін, біздің тұтынушылар үшін біз максималды пайыз мөлшерлемесін белгілейміз. Нормативтік актымыз бар. Яғни ол басқа ипотекаға 25%-дан көп болмауы қажет. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі деген бізде көрсеткіш бар. Ол яғни сіздің кредитіңіздің толық төлемі. Сол көрсеткішке яғни бізде талабымыз бар.
ипотекалық қарыздар үшін ол 25%, басқа тұтынушылық қарыздар болса, яғни сондай тұтынушылық кредиттерге яғни 46%-дан көп пайыз қоюға болмайды. Сол жағынан біз яғни реттейміз. Біз енді клиенттер, мысалы банктердің клиенттері көп жағдайда ойлайды ғой, біздің қызметіміз тек қана банкпен әрекеттесеміз, сонымен шектеледі деген сияқты. Ал енді сіздің айтып отырған сөзіңізге қарасақ, бізде бұл барлық процестердің барлығы банктердің, қаржы ұйымдарының, сақтандыру ұйымдарының, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің өте бақылауында, және барлық осы клиентпен, тұтынушымен банктер арасында, қаржы институттары арасындағы қарым-қатынастағы ашықтықты, тәртіптің болуын, заңдардың сақталуын өте мұқият жіті бақылап қадағалап отырады. Сол процестердің барлығы тұтынушы мен қаржы ұйымдар арасындағы қарым-қатынастың өз деңгейінде жүзеге асуына қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі әсер етеді. Басты мақсатымыздың бірі сол яғни тұтынушылардың заңды құқықтарын қорғау болып келеді бізде агенттікте. Сол жағында біз өте қатты жұмыс жасаймыз. Сол жағынан да яғни ол жағында бізде енді қалай біз оны реттейміз, қалай біз қараймыз, ол бізде мониторинг ретінде жүргізіледі, және де сонымен қатар бізге мысалы агенттікке көптеген сондай тұтынушылар өздерінің арызын жазуы мүмкін. Мысалы бір клиентке заң жүзінде көрсетілген құқықтар бұзған болса, біз тек қана сол бір клиентті ғана қорғамаймыз, біз бүкіл яғни келешекте ондай қайталанбас үшін біз оларға талаптарымызды қоя аламыз. Және мысалы қаржы ұйымдарына кейде ақпараттар шығып жатады, белгілі бір мөлшерде айыппұл салынады. Айыппұлдар да саламыз. Талаптарын бұзған үшін. Ондайда құқығымыз бар, және сондайда құзыретіміз бар. Енді Белла ханым, сәл тарихқа шегініс жасасақ, 2020 жылы президенттің жарлығымен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі құрылды. Бірақ енді қазір адамдардың көпшілігі шатастырып жатады. Оған дейін ұлттық банк реттеушінің қызметін атқарып келді. Осы екі құрылымның қызметін жеке-жеке талдап көрсетсек, қайсы қандай қызметті атқарады? Шынымен де біз бөлінгеніміз 20 жылы ғана бөліндік, және де 4 жыл өтті ғой. Көп емес бұл негізі. Бөлетін болсақ, ол яғни біздің ұлттық банк ол макро түріндегі барлық процестерге қатысатын сондай үлкен ықпалы бар ұйым. Толық айтқанда ақша кредит политикасын белгілейді, инфляцияны яғни қадағалайды, базалық мөлшерлемені, жаңа айтып өткендей базалық мөлшерлемені белгілейді, және де біздің валюталық нарыққа да қадағалайды. Біздің агенттік ол ішкі нарықты қадағалайды деп айтсақ та болады. Ол яғни біздің жаңағы айтып өткендей барлық банктер, микроқаржылық ұйымдар, сақтандыру компаниялары соларға өзінің талаптарын қояды, қалай жұмыс жасау қажет екендігін, және соған қадағалайды. Белла ханым, енді жаңа қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 4 қызметі бар дедіңіз, негізгі. Осыларға тоқталып кетсеңіз, қандай қызметтер олар? Оның 4-еуін атап өтейін енді. Ол қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау, қаржы нарығының тұрақтылығын қадағалау, қаржы нарығын реттеу және дамыту. Сіздердің агенттіктің ішінде түрлі құрылымдар бар. Оның ішінде ең маңыздысының бірі ол қаржы нарығын тұтынушылардың құқығын қорғау. Осы құқығын қорғау бағытындағы істеліп жатқан жұмыстарға тоқтала кетсеңіз. Жаңағы айтып өткендей, біздің агенттіктің 4 ең маңызды бағыты бар. Соның бірі, яғни қаржылық тұтынушылардың құқықтарын қорғау болып келеді. Мысалы, мен банк тұтынушысымын, бірақ мысалы бір кредитке қатысты өзекті мәселе туындады. Банкпен өзара келісімге келе алмадым. Енді бұндай жағдайда мен сіздердің агенттікке тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне мысалы қалай хабарласып өзімнің шағымымды түсіре аламын? Бізде көптеген каналдарымыз бар. Тұтынушылармен жұмыс жасаудың. Ол жаңағы кәдімгідей қағаз жүзінде жүгінсеңіз болады. Өзіміздің барлық өңірлерімізде өңірлік басқармаларымыз бар. Тетіктеріміз өте көп, және де өзіміздің инстаграмымыз бар, телеграм каналымыз бар. Сол жаққа да сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Және де өзіміздің сайтымыз бар, fingramota.kz деген сайтымыз бар. Сол жақта да бізде міндетті түрде, тұрақты түрде сол сайтымыз
қызықты және керекті ақпараттармен толықтырылып отырады. Өте тамаша сайт, мен күнделікті қарап отырамын. Әсіресе мынау қаржылық сауаттылыққа қатысты өте жақсы материалдар. Сосын түрлі сарапшылар келіп сұхбаттар беріп жатады. Кез келген уақытта тікелей эфир ұйымдастырылып жатады. Меніңше қазақстандықтар үшін өте пайдалы ресурс деп ойлаймын. Қазақшасы да, орысшасы да керемет. Рахмет үлкен. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да тұрақты түрде сіздер түрлі бағдарламалар жүзеге асырып жатасыздар. Мысалы, баспасөз арқылы, телеарналар арқылы өздеріңіздің сарапшыларыңыз шығып, түрлі сұхбаттар, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатады. Халыққа ақпарат жету үшін. Оны да байқап көріп жүрміз. Дұрыс айтасыз. Және де жаңағы біздің осы құқық қорғау департаментінің тағы бір бағыты, ол яғни қаржылық сауаттылықты арттыру болып келеді. Ол жағынан да бізде көптеген осындай жұмыстарымызды жүргіземіз. Финграмота онлайн деген қосымшамыз бар. Сол жақта да егер тез бір сұрағыңыз болатын болса, сол жаққа да сұрағыңызды қойсаңыз болады, сізге міндетті түрде бір күннің ішінде жауап беретін болады. Басында бастаған кезде 20-шы жылы бізде қаржылық сауаттылық көрсеткіші 36-да 25%-ды құрған болатын, ал қазіргі таңда ол 41-де 2%-ды құрады. Яғни ол өте үлкен жетістігіміз болып келеді. Мысалы айтсақ, түгел дүние жүзі бойынша бұндай көрсеткіш 40%-ды ғана құрайды. Өте тамаша. Енді жаңа сөз арасында айтып кеттік қой, біз сіздерге қазақстандықтар әртүрлі шағымдармен хабарласа алады. Осы жалпы жыл басынан бері қанша қазақстандық хабарласты шағымдармен әртүрлі? Былай шамамен айтсақ, жыл сайын бізге 30 мыңнан астам сол тұтынушыларымыз арыздарын береді. Ол арыздар өте әртүрлі сұрақтармен келеді. Сол біздің келіп жатқан арыздардың 80%-нан көбі, яғни сол банк мәселелері бойынша келеді. Және де банк бойынша келген кезде оның көбісі енді реттеу бойынша, өздерінің берешектерін реттеу бойынша, сол бойынша сұрақтар өте көп. Яғни егер де осы біздің қандай да бір азаматымыздың проблемалары болып қалатын болса, яғни төлей алмай қалатын болса, ол ешқайда қашпай, міндетті түрде банкке жүгінсе болады. Және де банктың міндеті ол арызды қарау, және де өзінің ұсыныстарын бере алады. Яғни ол реттеудің, мысалы, енді жұмысынан айырылып қалды. Кім білді? Банкте кредит берген кезде білген жоқ, ол тұтынушыда білген жоқ. Тұтынушыда білген жоқ, сондай проблема болатын. Яғни ол сондай көзделмеген жағдайлар бойынша әрбір тұтынушымыз, яғни банкке барып жүгінсе болады. Сондай өзінің құқығы бар. Ал енді клиент ретінде мен оған қанағаттанбасам, онда қаржы нарығын реттеу дамыту агенттігіне хабарласа аламын ба? Хабарласа, міндетті түрде ондай да бар. Яғни егер сіз банк берген ұсыныстары, немесе мысалы сіз одан төлемді шегеруді сұрадыңыз, ал ол сізге мысалы жоқ, мен саған шегермеймін, саған басқа бір пайызды төмендетемін, немесе мерзімін ұлғайтамын деп, яғни ай сайынғы төлемді кішірейтеймін дегендей басқа ұсыныстарды беретін болса, және де сізге ол тыйымсыз болса, сіз оларға келіспеген жағдайда бізге жаңағы агенттікке жүгінсеңіз болады. Біз өз жағымыздан тексеріс жүргіземіз, неге ол сізге бас тартты, немесе неге басқа ұсыныстарды берді, және ол ұсыныстар қаншалықты сіздің яғни қаржылық жағдайыңызға келіп жатқан сол жағынан қарастырамыз. Биылдан бастап 21 желтоқсаннан бастап бізде банктік омбудсманы құзыреті үлкейетін болады, және де ол тек қана ипотекалық қарыздарды емес, енді басқа да қарыздар бойынша, тұтынушылық қарыздар болсын, солардың барлық қарыздар бойынша, яғни қандай да бір мәселелер туындаса, қарастыра алады, және де реттеу бойынша да ол мәселелерді қарастырады. Енді егер сіз келіспеген жағдайда 21 желтоқсаннан бастап ондай арыздармен енді банктік омбудсменға барсаңыз болады. Енді жаңа айтып кеттіңіз ғой, банктерге шамамен 80% банктерге шағымдары келіп түсіп жатады. Қандай қаржы ұйымдары, осы банктерден бөлек бір 3-4-еуін атап көрсетуге бола ма? Қандай қаржы ұйымдары клиенттердің арыз шағымдарын назардан тыс қалдырып жатады? Банк, одан кейін микроқаржылық ұйымдар, соларға көп шағымданады. Өйткені оларда қазір нарықта көп пайызын алып жатыр біздің кредиттердің пайыздарын кредиттеу. Одан кейін сақтандыру компанияларына да шағымданады. Және де коллекторлық агенттіктер,
кейін, ал брокер дилерлерге өте сирек. Енді осы нарықта өз қызметін дұрыс атқармайтын ұйымдарға агенттік тарапынан қандай шаралар қолданылады? Біз айыппұлдар, жаңағы айткендей айыппұлдарды сала аламыз, тіпті лицензияларды ала алуымыз мүмкін егер заңда көрсетілген талаптарды бұзатын болса. Соған белгілі бір цифрларды айта аламыз ба? Мысалы, биылғы жылы қанша айыппұл салынды или қанша тәртіптік жаза қолданды? Егер лицензияны айтатын болсақ, биылғы жылы біз 20 шақты микроқаржылық ұйымдарды лицензияларынан айырған болатынбыз, немесе тоқтатқан болатынбыз. Белла ханым, енді жалпы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қазіргі заманға сай тұтынушылардың көңіліне шығатындай, еліміздің экономикасының дамуына үлес қоса алатындай деңгейде жұмыс істеп отыр ма деген сұрақ туып тұр. Енді мен оған қалай баға бере алмаймын. Ол баға беретін біздің, яғни тұтынушыларымыз, және де біз міндетті түрде сондай кері байланысты алып отырамыз өзіміздің тұтынушыларымыздан. Бізде енді көптеген тетіктеріміз бар ғой тұтынушылармен қарым-қатынасты құру бойынша. Мысалы, әрбір тұтынушы өзінің ұсыныстарын беруі мүмкін. Осы менің ойымша мынандай жерлерді дұрыстау қажет дегендей, заң жүзінде болсын, басқалай болсын, яғни өздерінің ұсыныстарын беруі мүмкін. Негізі ондайда келеді бізге, ондай өтініштерде, ондай мәселелермен де адамдар жүгінеді, өздерінің ұсыныстарын білдіреді. Оған мыңда бір рахмет. Және де біз осы әр жыл сайын бізде көптеген өзіміздің заң жүзінде болсын, нормативті түрде болсын, өзіміз өзгерістер енгіземіз. Өзіміздің заңдарымызға, нормативті актілерімізге қалай тұтынушымен қалай қарым-қатынас құру бойынша, және де оларды әрқашанда жетілдіруге соған біз жақсы қараймыз. Сондықтан да егер бізге сондай ұсыныстар келіп жатса, біз оларды міндетті түрде қарастырамыз, және де ескереміз келешектегі өзгерістерді енгізген кезде. Және де жаңағы айтқандай арыздарды қараған кезде де егер көріп жатсақ, яғни заң жүзінде ол мәселелер қарастырылмағанын, ол жағынан да біз яғни жұмыс жасаймыз. Егер керек болса, ондай талаптарды қоямыз, яғни жетілдіру бойынша біз жұмысты күнделікті түрде десек те болады, жүргіземіз. Бағасын халық береді дейсіз ғой? Бағасын халық береді. Белла ханым, сұхбатыңызға рахмет. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қызметі бойынша біздің көрермендеріміз біраз ақпарат алды деген ойдамын. Рахмет. Біздің сұхбатымыз енді бұнымен тоқтамайды, өйткені біз бүгін кіріспесін ғана атап өттік, негізгі қызметтері, бағыттары бойынша. Қосымша ақпараттарды алдағы уақытта сұхбаттарымызда жалғастырамыз деген ойдамын. Рахмет. Көп рахмет сізге. Сізге де рахмет. Сонымен біз бүгін Қазақстанның қаржы жүйесіне шолу жасадық. Енді оның қалай жұмыс істейтінін және ойын ережелерін сізбен біздің өмірімізге қандай әсері барын жақсы білесіз. Осымен Финподкасттың бүгінгі саны аяқталды. Лайк басып пікір жазыңыз. Қаржы нарығы туралы қызық тақырыптарды талқылап, пайдалы кеңестер айтамыз. Қаржылай сауатты болу маңызды. Бай, қуатты болайық.